өліп шығады, семіз адам арықтап шығады енді. Өйткені бәрі ретке Now, мен сіздерге көрсетейін, иә, қараңыздар. Қытайдың елін, Қытай елін. Бүйтіп айтады мен. Чоңхуа Ренмин Кунхыбо деп айтады. Жалпы Қытай республикасы деп айтады ғой, иә? Осындай әріп жазылады, еш әріп. Соның ішінде жұң деген әріп шығар ғой, ең бірінші бас әріп жұң. Соның Қытай медицинасын жұң-и дейді. Жұң-и. И деген медицина деген сөз. Е? Енді осы жұң деген әріпті қараңыздар, бір ұзын төрт бұш ортасына қақ жарып тұр, е? Мына жерде екі жақты теңестіріп нормаға келтіру деген мағына мынау. Мына жұңның мағанасы мен мына жұңның мағанасы ұқсамайды. Екеуі бір әріп болғанымен. Көп адам ойлайды, мына жұңды мына жерге көшіріп алып, мынау Қытай медицинасы деген сөз емес, сөз деп. Жоқ, мынау норма медицинасы деген сөз. Қытай медицинасы. Ал себепті нүкте Қытай медицинаның оңайластырған, жеңілдендірген ақиқат түрі ғой. Бүкіл ағзаны нормаға келтіреді. Арық адамды семіртеді, семіз адамды арықтатады.